Менің зерттеу тақырыбым бейнелеу өнері сабағында шығыс натюрморты жанрына оқушылардың қызығушылығын тудыру. Мен Қазалы ауданы нөмірі 266 мектепте көркем еңбек пәнінен сабақ беремін. Жалпы бұл тақырыптың алыну себебі қазіргі таңда жеке жанрлар, жеке стильдер арқылы оқушылардың қызығушылығын тудыруға болады. Осының ішінде шығыс натюрморты жанры арқылы жалпы оның қазіргі кезде жеке құбылыс ретінде қарап, және натюрморттардың формаларын және түстерін сол оқушыларға дәріптеу арқылы қызығушылығын тудыруға болады. Жалпы бұл тақырыптың зерттеу маңыздылығы нәтижесінде көркем еңбек пәнінен 3-ші және 5-ші сынып оқушыларының қызығушылықтарын қарастырылып, тәжірибелік эксперименттік жұмыстарды тексеріліп, жоғары көрсеткіш көрсетуін зерттеуімізде айтатын боламыз. Жалпы бұл слайдта оқушылардың осы тақырыпқа қалай қызығушылығын ояту керек, психологиялық тұрғыдан жетілдіру туралы графа құрылған. Одан кейін осы қызығушылықтың ары қарай психологиялық зерттеуінде алатын орнын соңында оқушы өзінің жұмысының шығыс натюрморт жанрына қызығушылығын оянғанын байқауға болады осы жұмыстарды атқару арқылы. Енді әрбір оқушы мен жұмыс жасау кезінде жалпы интеллектуалдық деңгейін дамыту үшін өнерге деген ішкі сезім қуатын зерттейміз. Оның қызығушылығын, ерік сезімін, бейнелеу өнерімен біліктілік дағдысын, сурет салу, онан кейін сурет салу әрекет нәтижелігін қарастырамыз. Онан кейін мектепте бағалаулар, мұғалімдердің, ата-аналардың баға беріп, сол оқушының сол қызығушылығын, өзіндік қызығушылығын бағалауын арттыруға болады. Жалпы бұл графада шығыс натюрморты жанрына оқушының жоғары дамыған түрдегі үлгісін қарауға болады. Ең соңында жалпы бейнелеу өнер сабағында оқушының осы жанрға қызыққанын байқауға болады. Енді біздегі ерекше орын алатын нәрсе бізде көрнекіліктерді пайдалану. Жаңа бізде шығыс халқы натюрморттарына Үндістан және Қытай және Жапония жатады. Соның Жапония суретшілерінің натюрморт суреттерін оқушыларға көрсету, мысалы, бұл суреттерді көрсетсе болады. Сол арқылы бұл жердегі түстерін және формуларын оқушыларға түсіндіру арқылы қызықтыру. Бұдан кейін Жапон суретшісі, бұдан кейін Жапон суретшілер, Индия натюрморты ерекшеліктері бар. Бұдан кейін Қытай натюрморты. Жалпы Қытайда жалпы бейнелеу өнер Қытайда пайда болды деп айтуымызға толық мүмкіндік бар. Суреттерін көрсету арқылы. Осылай сабақта көрсетіп, жалпы біз өзіміз осылай тұжырымдарға келтіруге болады. Үйірме бағдарламасын жасау, үйірме бағдарламасының мазмұнына шығыс натюрморты жанрын енгізу, сыныптан іс-шаралар жоспарлар құру сияқты ойларға келу арқылы біз сабақтарда тәжірибелік жұмыстар жүргіземіз. Үшінші, осы арқылы түрлі мақсаттарын, міндеттерін, мазмұндарын айқындап алуға болады. Ары қарай жұмыс істеу барысында оқушыларға натюрмортты салудың екі мысалы қызықты әдісін көрсетіп қойғанбыз. Біріншісі функтализм арқылы, екіншісі гризайл арқылы сурет салып қызықтыру. Яғни сол жұмыстар жүргізу арқылы біз осы үйірме жұмыстарын жүргізу кезінде бізде аптасына бір рет, жылына 34 сағат
жүргізуге болады үйірме сабағын. Мына жерде көргендей. Жалпы шығыс натюрморт үйірмесін тақырыптарға бөліп қойғанбыз. Одан кейін жұмыстарын, оқушылардың жұмыстарын, жұмыс істеу жұмыстарын біз суретке түсіріп, осылай слайдқа салғанбыз. Жалпы қорытындылай келе біз осы тақырыпты бейнелеу өнері сабағында шығыс натюрморт жанрына оқушылардың қызығушылығын тудыруға толық мүмкіндік бар екенін қарастырдық. Және алдағы уақытта үйірме сабақтарына, факультатив сабақтарына осы тақырыпты ұсынып, оқушылардың қызығушылығын арттыруға болады деген тұжырымға келдік. Рахмет.